Композитор Бекжігіт Сердәлі. Ол ғалым, ол ұстаз, 8 қырлы, бір сырлы азамат. Бүгін біз әуесқойлық өнер туралы сөз ететін боламыз. Ел іші алтын бесік деп аталарымыз тегін айтпаған. Ешқандай музыкалық білімі болмаса да табиғаттан дарыған таланты бар. Соның арқасында жұртқа танылды, елдің құрметіне бөленді. Өзі өте қарапайым, былайға адам оны сазгер деп айтпайды. Ешқандай дабырасы жоқ, үн-түнсіз жүреді. Ал оның әндерін тыңдасаңыз, рас, оны осы адам жазған ба деп таңғаласыз. Адамды нәзік сезімге бөлейтін шоқтығы биік шығармалардың авторы. Бүгінде Бекжігіт Сердәлі ағамыз Түркістанда тұрады. Бекжігіт ағайымыздың әндерін жас кезімізден айтып келеміз. Әлі күнге айтамыз. Тойларда, отырыстарда, мысалы жас жұбайлар әні қандай. Жас жұбайлар әнімен жастарды өз басым тойымда сол жас жұбайлар әнімен төрге озған болатын. жылдардың аяғында өнерге әуесқойлықты дамытуға бір орталықтан әдістемелік басшылық жасау үшін халық шығармашылық үйі құрылды. Бұл орталықта өнердің әр саласы бойынша әуесқойлар бірлестіктері тұрақты жұмыс істеді. Сурет салумен, ән күй шығарумен, классикалық немесе ұлттық билермен, кино түсірумен, театр өнерімен айналысатын адамдарға кең жол ашылды. Музыка өнерінде әуесқойлар тұрақты ұжымдар құрып, жергілікті халыққа мәдени қызмет көрсетуде біршама игі істер атқарды. Әуесқой әншілер мен аспапшыларды біріктірген музыка ұжымдары бүкіл одақтық байқауларға қатысып, өзара өнер сайыстары өтіп тұрды. Сондай-ақ әуесқой театр ұжымдары шағын интермедиа скетчтерден бастап тұтас спектакль қою дәрежесіне жетті. Әуесқой бишілер үйірмелері де табысты жұмыс істеді. Елімізде әуесқой аңшылар мен балықшылар ерікті одаққа біріккен. Әуесқойлар спорт саласында да кең таралған. Бүкіл шығармашылық, кәсіби шығармашылық, әуесқой шығармашылық түрінде бізге жетіп жатыр, халықтан халыққа ауызба-ауыз. Мәселен, кәсіпқой өнерпаздар, бұлар да талантты. Бұлар кәдімгі халыққа классикалық, керемет туындылар, керемет шығармалар жеткізіп жатыр. Олар белгілі бір дәрежеде білімі бар. Бүкіл музыканың, бүкіл ән шығармашылығының, күй шығармашылығын, гармониясын меңгерген кәдімгі кәсіпқой мамандар. Бұлардың туындыларын біз үлкен сахналардан тамашалаймыз, телеарналардан көреміз, радиодан тыңдаймыз. Оның қаншама тыңдарманы бар, көрермені бар. Дегенмен ел ішінде кейде
осы әуесқойлық өнерге деген көзқарас басқаша болып жататынын байқайсың. Өйткені нота танымайтын адамдар мысалға күй шығарады, нота танымайтын адамдар ән шығарады. Бірақ бір қызығы ел ішінде дастархан басында не болса үлкен бір жиындарда кәдімгі ауылдағы қарапайым азаматтар осы кәсіпқой өнерпаздардың шығармашылығымен қатар осы әуесқойлардың да шығармашылығын тыңдағысы келеді. Тек тыңдап қана қоймай, оны өздері шырқайды, жаттап алып. Қандай керемет айтады. Және соған қарағанда бұл әуесқойлардың шығармашылығы қарапайым біріншіден, екіншіден халықтың жүрегіне жетеді ғой деп ойлаймыз. Кәсіпқой өнерге қанша құмартқанымызбен әуесқой шығармашылықты да жанымызға жақын тұтамыз. Оны тыңдағымыз келеді, оған қол шапалақтағымыз келеді. Ел ішінде қаншама керемет таланттар бар. Біз олардың шығармашылығына құрметпен қараймыз. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі, ұнатамын. Бүкіл музыканың бүкіл логикасын сақтап шығармағанмен, ноталары кейбір жерлерде қабыспай жатқанымен, бәрібір халық қабылдап жатыр ғой. Оның халыққа сен мынаны тыңдама, әуесқойдың шығармасын тыңдама, тек қана кәсіпқойдың тыңда деп қалай айтамыз? Сондықтан бұларды да өнердің бір иегерлері, бұлар да бір өнерді халыққа жеткізіп жүрген адамдар ретінде қабылдасақ деген ой бар менде. Мен 8 сыныптан бастап аспапқа, әнге деген қызығушылығым ашыла бастады. Сахнаға деген құмарлығым, сахнаға деген менің алып шыққан жүрегім, сахнаға деген ішімдегі бір қайнап тұрған бір қызулық шығармай қоймады. Қазіргі таңда өзімнің әншілігімді дамыту үшін барынша өзім дайындалдым. Бала кезімнен ән айттым, бірақ мұншалықты деңгейде айтқан жоқпын. Бейжігіт ағамыз бізге өзінің ақылдарын айтып, үлкен сахнаға қарай ұмтылу керек екенін, жерде қалмау керек екенін әрқашан миымызға айтып жүреді. Өзінің қолдауын барынша білдіреді. Жалпы кәсіби таланттар білім алады, белгілі бір дәрежеде шығармашылық өнердің барлық теориясын меңгереді. Теорияны меңгерген соң гармониясын, логикасын сақтай отырып керемет туындылар шығарады. Сондықтан олардың шығармашылығы алдыңғы кезекте жүреді. Қандай жағдайда болмасын, міндетті түрде классикалық шығарма ретінде қабылданады. Жалпы бұл өнер жаратушыдан беріледі ғой. Оны әуесқой, кәсіпқой деп бөлу меніңше, енді басқаларды білмеймін, мен өзім олай бөле алмаймын. Өйткені мысалы музыкалық білім алған арнайы, консерваторияда оқыған мамандардың кез келгені ән шығара бере алмайды ғой. Сондықтан бұл дарын өнер жаратушыдан беріледі өзі. Естеріңізде болса, біздің кәдімгі қазақтың қаймақтары, осы ән өнеріндегі, күй өнеріндегі қаймақтар, Құрманғазыны алайық, Тәттімбетті алайық, Мәди, Балуан Шолақ, Әсет көп қой енді айта берсек. Бұлардың барлығында музыкалық сауат бола қойған жоқ қой. Бірақ қандай халықтық әндер қалдырды, қандай халыққа ұрпақтан ұрпаққа жететін мұра қалдырды. Әлі күнге дейін олардың әндерін бір сүйсіне тыңдаймыз, олардың күйін сүйсіне орындаймыз. Сондықтан әуесқой өнер де бұл халықтың бір
ерекше құрмет тұтатын бір саласы ғой деп ойлаймыз. Міне осы мәселе қазір қолға алынып жатыр. Әуесқой авторларда авторлық қоғамдарға мүше болып, оларда кәсіпқойлармен бір қатар телеарналарға, радиоларға әндерін ұсынып, кейбіреулер тіпті алтын қорға да кіріп кеткен әндер бар мысалға. Осының өзі бірте-бірте жақындастырып келе жатқан сияқты. Яғни өнерде шекара жоқ деген сөз. Мәселен, біз шетелдің музыкаларын құмарта тыңдаймыз. Олардың керемет классикалық туындыларын орындаймыз. Олардың ішінде біз барлығы бірдей кәсіпқой деп ойламаймыз ғой. Мүмкін әуесқойлардың туындылары да жетіп жатқан болуы мүмкін бізге. Мына көршіміз қырғыздың қаншама әндерін біз тамылыста орындаймыз. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатаудың бауырына. Одан қалай берді Европадан келіп жатқан Румынияның, мысалға Латыштың, болмаса бұлғарлардың бізге жетіп жатқан музыкаларын біз тыңдап қана қоймай, оны өзіміздің әуенге лайықтап айтып та жүрміз. Осының бәрі айналып келгенде халықтың сұранысы, халықтың талғамы. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. 19 ғасырда өмір сүрген италиялық суретші әрі мүсінші Амадео Модельяниді кезінде ешкім мойындаған жоқ. Оның замандастары әйгілі Пабло Пикассо мен Огюст Ренуар танымалдылық пен байлыққа шомылып жатқан кезде мода картиналарын нанға айырбастаған. Ал қазір ол әлемдегі қайталанбас туындылардың авторы. Бір картинасының бағасы кемінде $150 миллион тұрады. Әдебиетте де мысалы Есенберлинді алайық. Ол филолог емес, ол әдебиетші емес, бірақ оның көшпенділері әлемге әйгілі мықты шығарма, біздің тарихымызды баяндайтын керемет әдеби шығарма, роман. Адамның бойында туа бітетін қандай да бір іске деген қабілет негіздері болады. Оны қолданса дарындылығы байқалады, әрі қарай жетілдірсе талантқа айналады. Бала күнінен сурет салуға әуес болған Бекжігітке Жебекұлы әлі күнге қолы қалт етсе, қылғалам мен сырлы бояуын серік етеді. Келер ұрпақ халық әні деп осы кейбір әуесқой авторлардың әндерін орындап жатса, халық күй деп кейбір әуесқой авторлардың күйін орындап жатса, біз оған таң қалмаспыз. Өйткені неғұрлым ән өміршең болған сайын, ол халықтың жүрегіне жеткен сайын, ол ұзаққа шабады. Ал енді бір сәттік кішкентай ғана адамның сезімін селт еткізер клип түрінде түсірілген шығармалар кейбіреулер ұзаққа бармайды. Бүгін айтылып, ертең ұмытылып жатады. Сондықтан мен ойлаймын, кәсіпқой ән өнерімен бірге, кәсіпқой күй өнерімен бірге әуесқойлардың да шығармашылығы ғасырдан ғасырға жалғаса береді. Жылына ән жазбайтын кездерім бар. Тіпті 3 жылға дейін ән жазбай кеткен кездерім болған. Неге? Өйткені маған ондай ән жазатындай бір әсер еткен бір сезім түйсік болған жоқ. Көбіне әндерімді мен жолда кетіп бара жатып жазамын. Мүмкін маған көбірек саяхаттау керек шығар, мүмкін көбірек жолға шығу керек шығар. Сонда ән туатын шығар. Бірақ қазір мына технология заманы, цифрландыру заманы сені жолға шығармақ түгіл, қазір мына күйбең тірліктен біз босай алмай жатырмыз. Кезінде ақан серілер біржан сал, мінекей мәдилер әндерін сол киіз үйдің ішінде отырып шығарды деп ойлайсыздар ма? Сол аттың үстінде кетіп бара жатып, ой, той думан аралап жүріп, ана ауылдан мына ауылға барып, сондай бір көрген әсерлерінен, әдемі бір көріністерден ән туады ғой деп ойлаймын. Ей, жалғанай, жалғанай, өтеді дүние арманмен мен
Ал енді қазір осындай бір тақырыптық әндер азайып бара жатыр. Бұрын ана туралы жыр, әке туралы толғаныс, осындай бір әдемі әндер келіп жататын болса, қазір әндердің бәрі тақырыбы бір текті, бір сыдырғы, бір сарынды, сүйемін, әйтпесем ғашығыма, мені неге тастап кеттің деген жылаңқы бір әндер көбейіп бара жатыр. Біз бұларды әуесқойлық өнерге жатқызғымыз келмейді. Бұл кәдімгі тапсырыспен, не болса бір өзінің бойындағы бір сезімін бір ғана адамға арналған ән болу керек. Ән деген бір адамға арналмау керек. Әнді бүкіл халық орындайтын болғаннан кейін, сенің ар жағыңда, түйсігіңде, ертең бұл әнімді менің бүкіл халық тыңдайды ғой. Сондықтан бұның сөзіне де, әніне де, әуеніне де, тіпті әншісіне де мән беремін деп қарау керек деп ойлаймын. Бес-алты әнім бар. Неге сіз сонша жасқа келіп, 5-6 ән шығардыңыз дейді ғой. Халық айтпайтын әнді, ел айтпайтын әнді сен ән деп есептейсің ба? Ән де болмайды ғой. Ол өзіңнің жеке ішкі сезіміңді шығардың, әуен қылып төктің. Ол өзіңе ғана қалды, сол жерде ол өліп қалды. Ал енді халықпен халыққа тарап жатса, бұл ән. Мен көбінесе кішігірім дастархандарда жаңа туған туындымды, әнімді айтып көрем. Егер дастархан басында отырғандар жылы қабылдап, мынау бір жақсы ән екен деп жатса, ойланам іште, мынау тәуір ән сияқты ғой, ары қарай бұны байыта түсейін деп. Ал егер сен әннің алғашқы шумағында ұнамайтын ән, әннің алғашқы шумағында тыңдарманға белгілі болып қалады. Тыңдарман алғашқы шумақтақ бірін-бірімен сөйлесіп, сыбырласып, әнді тыңдамаудың амалын жасай бастайды. Бұл кез келген өнерпаз осыны бақылап отыру керек. Кезіндегі Мәди, Ахан Сері, олардың әні қандай керемет, қандай біздің жанымызға жақын. Дәл сол сияқты Шәмші. Шәмшінің кезінде композиторлар одағына алынбаған білесіздер. Бірақ бүкіл қазақ елі Шәмшінің әнін айтып, Шәмшінің әнімен оянатын сияқты еді кезінде. Дәл қазір де солай. Өзіміз мысалы отырыстарда, тойларда міндетті түрде Шәмшінің әні айтылады. Сол сияқты біздің Бекжігіт ағамыздың да әндері біздің жанымызға өте жақын. Оның Түркістаным, Тұраным деген әні біздің осы университет қабырғасында жүргенде алғаш рет естіген болатынмын. Біздің концерттеріміздің ең мықты бір, былайынша айтқанда университетіміздің бренді десек те болады, университетіміздің гимні де болған еді. Ал кейіннен ол тіпті Түркістанның гимніне айналып десек те болады. Бұл әнді ақыны да әуесқой. Ақыны бұның тарих ғылымдарының докторы, профессор Сейтқали Мадуани деген үлкен ағамыз. Бұл кісі бір сондай патриоттық рухта өлең жазады. Сол кісі бірде маған кездесіп қалды. Сөйтті да, сен ән жазатының бар екен ғой, мына өлеңіме ән жазып көш деп қолыма бір өзінің өлеңін ұстатып кетті да. Сосын өлеңді ары бері оқыдым, енді мен аға дедім, кешіріңіз дедім, мен тапсырыспен ән жазамаймын дедім. Өйткені мен кәсіпқой композитор емеспін ғой. Мен ән қашан келеді, қай уақытта келеді, қай мезгілде келеді, мен білмеймін дедім. Бірақ мейлі алып қалайын деп көңілін қимай жаңағы өлеңді алып қалдым. Сонымен ұмытылып кетті, арада пәленбай уақыт өтті, айлар өтті дегендей. Сонымен ағам әр көрген сайын менен сұрайды, әлгі менің сөзім әнге айналды ма, не болды деп. Ойбай аға, тұра тұрыңыз, толғатып жүрмін, шабытым келмей жатыр, неше түрлі сылтау айтамын жаңағы, қашқақтаймын ғой еді. Сонымен бір арада біраз уақыт өтті, ойлап қоямын ішінен, ай ағамнан ұят болды ау,
нем бар еді алып қалып өлең деп. Арада бір 7-8 ай өткен кезде ағам қарсы келе жатыр, Сейітқали аға. Мынау қазір ән сұрайтын болды ғой менен. Не десем екен деп ойландым да, ән дайын деп құтыла салайын дедім. Оның әдеттегідей, ассалаумағалейкум деп қарсы алды. Сөйтіп екеуміз қол алысып амандасып, бірінші сұрақ әдеттегідей, ән не болды? Сосын мен айттым, баяғы өзім ойымдағыны. Аға, әніңіз дайын дедім. Сонымен, жақсы, айналайын деп, арқамнан қақып кетіп қалады деп тұрмын ғой мен. Ән дайын ба? Дайын деп, жүр онда деді. Қаяққа? Аранжировка жазатын жерге барамыз дейді. Ойбай дедім. Енді өтірік айттым деп болмайды. Қолынан ұстап алған қысып. Содан жетелеп өзінің ақ волгасы бар еді. Ақ волгасының артына мені атып ұрды. Есігін жапты. Сонымен мынау Түркістан сазды драма театрында Райымбек Сейтметов бар еді. Сол жерде Арман Дүйсенов деген керемет азамат сол жерде аранжировка жасайтын, әнді өңдейтін. Кеттік, тарттық театрға деді. Жайша деп Арманға барамыз. Мына әніңді өңдейміз. Ән қып шығарайық деді. Ал қара тер бұрқыта қалсын. Ән жоқ. Бұл ақ волганың артында менмін, алдында ол рөлде. Құйғытып келе жатырмыз. Әні құрғыр түрі де келмейді. Шабыт жоқ, сөзде жоқ қой. Сөзі қайда қалған білмеймін. Bir суырмада қалды ғой енді. Аға дедім, біраз жерге барғаннан кейін аға сөзі дедім, жұмыста қалып қойыпты ғой дедім. Сөйтем, деп кері бұрылса қиын болады маған. Онда барып алайық десе тауымен ғой. Ой, менде оның бірнеше сөзі бар деп, суыр машинасының бардачогынан алып бір сөзін берді маған. Сөйтіп қуанып кеттім жаңа. Енді сөзі қуандым, бір қуаныш. Екінші енді қуану керек, ән туу керек қой енді. Содан келе жатырмыз. Тура Құдайдың, Алланың құдіреті, Яссауи бабамның кесенесінің тұсынан өтіп бара жатқан кезде, адам қиналған кезде, тек қана кезген мәселе қиналған кезде орындалмайды екен. Шығармашылық шабытта қиналған кезде келеді екен адамға. Дәл сол жерде қайырмасы келді ғой. Қайырмасы келгеннен кейін ол музыка жазып жүргендер жақсы біледі. Куплет жазу оңай. Ең әннің өзегі, әннің изюминкасы қайырмасы ғой. Қайырма адам есінде сақталса, ән есінде сақталады. Көптеген әндердің қайырмасы керемет болғаннан кейін ол халықтың аузында жүр. Содан қайырма шыққаннан кейін баяғы қара тер енді ыстық тер болып, бір жылымшы болып, әдем маңдайдан төмен қарай құйылды, жүзіме нұр ұялады. Ағам бірдеңе айтып келе жатыр, сөйтсем бағанан бері сөйлеп келе жатқан, оны тыңдап жатқан мен жоқ екен. Сонымен ағамның жаңағы айтқан әңгімелері құлағыма жете бастады. Өзімнің машинада отырғаным есіме түсті дегендей. Сосын ендігі мәселе тезірек театрға жетсем екен, ананы ұмытып қалмасам екен, келген әуенді деп, сондай тыпыршып тықыршықтай бастадым. Машинада тіріде дөңгелек айналмай кетті. Театрға барсам, актерлер есін алдында, біреу темекі шегіп тұр, бұлай. Бәрі амандасқыш болып кетеді. Ай, енді бір екінші қабатқа шыққанша ана жер бір ақыреттің жолы болды мен үшін. Сонымен әйтеуір бет екінші этажға шығып, Арман отыр екен өзінде. Арман тез қос, ойбай не болды дейді, ойбай кетті деп. Сол жерде Арман Дүйсенов өте шебер, керемет өнерпаз ғой. Керемет композитор өзі. Сол клавирге аңылдаумен әнді жазды. Міне бұл ән осылай күтпеген жерден, ол да жолда тағда шықты. Сондықтан жол жүрсе адам бір шабыт алады ғой деп ойлаймын өзімше. Әсіресе әуесқой өнерпаздар көбірек ел аралау керек, көбірек айналаны қарау керек, жақсы адамдармен кездесу керек. Мысалы Шәмші ағамыз да солай болған шығар деп ойлаймын.
қаншама ел аралап жер көріп өткен әндерін қарап отырсаң, тамды аруы дейді, дүнген қызы дейді, арыс жағасында, қандай мысалы Алматымда жаңа жау басылған, міне қандай барлығы қарап отырсаң, жолда жүріп ел аралап жүріп жазылған әндер сияқты. Міне өлмес туындылар осылай туа ғой деп ойлаймын. Кәсіби өңдеуді жасап берген Түркістан қаласының сол кездегі әкімі Өмірзақ Әметұлы болатын. Әннің жаңа өңдеуін үлкен жиында көппен бірге залда қатарласа отырып тыңдайды. Баритон дауысты әнші Марат Оразымбетов орындағанда залдағы бүкіл көрермен дүркіреп орнынан тұрып кетеді. Овация, қол шапалақтау, қос автор жүректері дірілдеп, бірінің қолын бірі қысып шығармашылық ләззаттың шын дәмін сезген еді. Адамда арман көп. Біреулер қол жетпейтін нәрсені армандайды. Біреу өзі мақсат етіп, алдына қойған дүниесін армандайды. Біреу жетіп жатады, біреу жетпей жатады, оған өкінудің қажет жоқ деп ойлаймын. Менің арманым өзімнің жеке басыма байланысты емес. Мен арманым мына халықтық өнер өлмесе екен деймін. Халықтық салт дәстүр бұзылмаса екен дейміз. Сондықтан өзімнің туған қалам Түркістан өркендеп, күллі шығысқа белгілі Дубай сияқты керемет бір шығыс жауһарына айналған қала болса деп армандаймын. Сол қалада Алшаң басып көшесінде жүрсем екен деп армандаймын. Сол қаланың тұрғындары Мағжан айтқандай күллі түркі жұртына үлгі болатындай мәдениетті азаматтар болса екен деп армандаймын. Сондықтан бұл әрбір адамға өзінің емес елдік тұрғыда арманы болса деген тілегім бар. Санамызды сарғайтқанда сан сұрақ, бостандықтың атты таңы жарқырап, күллі түрік әлеміне нұр шашқан, Түркістанда жанды өшкен жан шырақ, жаңа ғасыр ұлы тұран ғасыры, қайта тілеп от боп ойнар жасыны, ғылым білім туын теккен Түркістан, бар түріктің көшін басар асылы. Түркістанда ту тігіп, түркі әлемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп алар тілін, тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным туралым, айбар елім. Түркістанда ту тігіп, түркі әлемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп алар тілін, тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным туралым, айбар елім. Иә, біз бүгін кәсіпқой өнер мен әуесқой өнерді таразыладық. Ондағы мақсатымыз екі өнердің арасындағы кереғарлықты жою. Бүгінгі хабардың міндеті әуесқой өнердің де нағыз өнер екенін сезіндіру, ұғындыру болатын. Біз бөле жармасақ та, илегені бір терінің пұшпағы. Ендеше жан сарайыңыз жарқын болғай. Жүргізушілерге киім ұсынған Имона бутик дүкені.